Ассалаумағалейкум достар, Қазақ баласы арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі басты тақырып Солтүстік Африканың арыстаны атанған Муаммар Каддафи турасында болмақ. Муаммар Каддафи Ливияның мемлекеттік қайраткері, Ливия жамархиясының негізін қалаушы полковник және батыстың көзқарасы бойынша дара билеуші диктатор. Осынау өмірі қайшылыққа, түрлі көзқарасқа толы адамның шындығына үңіліп өз бағамызды берейік. Муаммар Каддафи 1969 жылы небәрі 27 жасында өзіне ілескен офицерлерді бастап, Ливияны билеп отырған монархияға қарсы шығып, және оны төңкеріп тастады. Ливия жамархиясының негізін қалады. Билікке келгеннен кейін түрлі реформа жасап, үшінші әлемдік теорияны ортаға қойды. Ол теория бойынша Ливия не капиталистік, не социалистік дамуға жатпайтын, өзгеше үшінші әлемдік теория бойынша дамуы керек еді. Соған сәйкес жасыл кітап деп аталатын кітабын шығарды. Ол билік еткен 42 жылда Ливия халқының күлде жатқан басын төрге сүйреді. Бензин судан арзан, газ тегін, аурухана тегін, айлық жоғары, тұрмысы нашар отбасы болса, әлеуметтік көмек көрсетті. Шөл даланы жасыл желекке бөледі. Өйткені Каддафи мұнайдан тапқан қаржының 90%-ын халқының игілігіне жұмсап еді. Ең бастысы, Ливияны бір тудың астында ұстай білді. Осынау тоқшылық пен молшылық Ливия халқына аздық етті. Олар батыстың азғыруы айтақтауымен батыстың жалған демократиясын көксей бастады. Ал Каддафи мен батыстың арасындағы қайшылық сонау 70 жылдары Муаммар Каддафи батыстың Ливиядағы әскери базасын жауып, әскерін қуып шыққаннан бері мүмкін одан бұрын басталған еді. Каддафидің әскери базаны жабуы, батыс алып отырған Ливия мұнайын тоқтатып, оны Ливия халқының пайдасына жұмсауы, батыс қарсы болған түрлі топтарды қолдауы, халықаралық саудада доллардың орнына алтынды қолдануға ұмтылуы. Осының бәрі батыстың Каддафиді тақтан тайдыруына, тіпті өліміне әкеліп соқтырды. Батыс медиалары Ливияда демократия жоқ, диктатор билеп отыр деп жар сала бастады. Ливия ішіндегі Каддафиге қарсы топтарды қолдап, Ливия халқының арасына жік түсірді және арандатты. Сөзге ерген Ливия халқының билікке қарсы бас көтеруімен НАТО әскери шабуылы Каддафиді тығырыққа әкеліп тіреді. Ең сорақысы, өз халқы көшеде итше талап өлтірді. Осылай Ливия халқы өздері аңсаған, шөлдеген батыстың демократиясына қарық болды. Каддафиден соң бүліктен адамдар босқын болып, аш жалаңаш қалып, Ливия түрлі топтардың қолында бөлшектеніп, бөлініп соғысып кетті. Экономика 40 жыл бұрынғы қалпына қайта шегінді. Ал батыс елдері бүлінгеннің арасынан бүлдіргісін тауып, сағанағы сарық болды. Ливияны демократияға қарық қылған батыс, бүгінгі күні аш отырған Ливия халқын тамаққа қарық ете алмады. Әркім өзінше ой түйсін. Сіздің ойыңыз қалай? Комментарияға жаза кетіңіз. Ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі лекцияда кездескенше.